құрметті қонақтар, ұстаздар, оқушылар, көңіл-күйлеріңіз қалай достар? Бүгін күн қандай тамаша. Достар, бәріміз бір билеп алайықшы. Жаздың жайма шуақ күні еді, айналаның бәрі әдемі. Көкте күн күлімдеп шуағын шашып тұр. Күннің шуағы айналаған нұрын төгіп, жан біткеннің бәріне ерекше көңіл күй сыйлап тұрды. Жаздың осындай жайма шуақ күнінде орманда бір ерекше оқиға болды. Бір мезетте аспанды қара бұлт торлап, күннің бетін жауып тастады. Айналаның бәрі қараңғыланып, күн салқындап кетті. Найзағай ойнап, жаңбыр жауа бастады. Жаураған балапан ағаштың түбінде жасырынып қалды, қорыққаннан жылай бастады. Оны көріп қасына күшік келеді. Балапан, сен неге жылап отырсың? Аспанда қара бұлт торлады, күннің көзі жоғалып кетті. Мен қорқып отырмын. Сен қорықпа, балапан, екеуміз дос емеспіз бе? Жүр, мен саған көмектесейін. Сөйтіп екеуі күндіздеуге шығады. Аз жүрді ме, көп жүрді ме, келе жатып бұтаның түбінде жасырынып отырған қоянды көреді. Сәлем, қоян. Сәлем, достар. Саған не болды? Неге жасырынып отырсың? Күн сәулесі болмаған қандай жаман. Мен қорқып отырмын. Сен білесің бе, қоян, күн сәулесі бәрімізге де қажет. Біз балапан екеуміз күнді іздеуге шықтық. Бізбен бірге барасың ба? Әрине, күшік досым, мен де барамын. Сөйтіп, үсті-басы тоңып қалған қоянды ертіп, үш түс күнді іздеуді жалғастырады. Жолда құйрығын бұлғаңдатқан сылқым түлкі келе жатты. Амансың ба, түлкішек? Жолдарың болсын, жолаушылар, қайда жолдасыңдар? Түлкі әпке, күнді қалай табуға болады? Күнді қайтпексіңдер? Оны табу сендердің қолдарыңнан келе қоймас. Мен сендермен бос сөйлесіп тұратын уақытым жоқ. Әтештен сұраңдар, сол бәрін біледі, ал мен кеттім. Үшеуі қол ұстасып, әтеш достарына бет алады. Әтеш келе жатқан қонақтарды көріп, амандасады. Кук-карику, кук-ку, карику-ку. Амансыңдар ма, достарым? Сәлеметсіз бе, Әтеш ағай? Әтеш досым, сіз күнді қалай табу керек екенін білесіз бе? Бізге көмектесіңізші. Әйтпесе біз барлығымыз жаурады, көңіл күйіміз жоқ. Жарайды, мен сендерге көмектесейін. Анау таудың басындағы ақша бұлтқа жетсеңдер, ол сендерді күнге алып барады. Тауға? Жоқ, мен тауға шыға алмаймын. Біз тауға қалай шығамыз? Мен қорқамын, бармаймын. Достар, бұланың не? Мен сендерсіз тауға қалай шығамын? Күнді қалай табам? Күн сәулесі бәрімізге де қажет қой. Күшік дұрыс айтады. Достар қашанда бір-біріне көмектесулері керек. Достар, тату бірге болса кез келген қиындықтарды жеңуге болады. Кеттік, ендеше бәріміз бірге барайық. Барлығы қол ұстасып биік тауға жетеді. Тауға шығу оларға қиын болды. Осының бәрін бұлт көріп тұрады. Достар, сіздер әр уақытта күннің жарқырап тұрғанын қалайсыздар ма? әрине қалаймыз. Олай болса мен күннің көзін ашып берейін. Ол үшін күннің көзі не үшін қажет екенін сұрағым келіп тұр. Күн бізге жылуды келеді. Күн бізге жарық береді.
қой күлімдеп үн қататын. Күннің жылы шуағы жандарын жылытып, құшақтарын мейірімге толған достар қуанысып, шаттық ән шырқайды. Күндей күліп қабағымыз жарқырайды жанарымыз, әрбір келген жаңа күнмен жаңа достар табамыз. Алға тартып талабымыз, мектепке біз барамыз. Әрбір келген жаңа күнде жаңа білім аламыз. Құтты болып қадамымыз, барымтамыз саламыз. Әрбір келген жаңа күнде жаңа өнер табамыз. Достар, сіздер 3-ші А сынып оқушыларының орындауында күнді іздеген достар ертегісін тамашаладыңыздар. Сіздерге ертегі ұнады ма? Балапан рөлінде Қуандық Ана, Күшік рөлінде Еділ Темірлан, Қоян рөлінде Мұхтар Марғұлан, Әтеш рөлінде Ерқасым Жансерік, Түлкі рөлінде Ермек қызы Раяна, Бұлт рөлінде Темірболат Меруерт. Автор мен, Орнова